Абай Құнанбаев қара сөздері. Екінші сөзі. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Ең дұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп қам сартқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке үке десіп шығып кетсе, қызын боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай. Атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңші, түкке ыңғайы келмейді солдат ноғай. Қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзімен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық, бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдатылыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малшыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жолшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең бойымызда сәнін шақшы, аяғың білген, пышаратырға қойған идән түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор қылмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөзде жоқ, біз құлы, көңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?